Елорда төрінде 19 ғасырдың ұлы пианисті Ференс Листтің шығармалары орындалды. Астана қаласы әкімдігі Мемлекеттік академиялық филармониясының симфониялық оркестрі өнер көрсеткен кеште көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Кеште Кемеңгер Листтің фрагмент өнерін талантты пианинашы Дана Дүйсенбаева көрсетті. Оркестр мен фортепианоға арналған номері 2-ші концертін орындаған музыкант талғампаз өнерсүйер қауымды жоғары шеберлігімен тәнті етті. Лист неординарная личность. Лист өте танымал композитор. Оның туындыларының бояуы қанық, асқақ келеді, жанрлық ауқымы өте кең. Сондай-ақ ол симфониялық оркестрдің ойнағанын фортепиано арқылы көрсетеді. Листтің асқан шеберлікпен ойнағаны және шексіз техникалық мүмкіндіктері күні бүгінге дейін бүгінгі жас музыканттар үшін бағдар береді. Қоғамға қажет композиция қайсы? Дирижер үшін бұл маңызды сауал. Себебі музыканттардың өнерін көпшілік қызыға тамашалауы қажет. Ол үшін тыңдарманға ұсынылар репертуар мұқият таңдалады. Сондай-ақ оркестр құрамы жаңа шығармаларды орындау арқылы шеберлігін шыңдайды, тәжірибесін арттырады дейді бас дирижер Ернар Нұртазин. Енді менің ойымша Листтің тек қана бір шығармасын көрсетпей, оның симфониялық жағын көрсету маған өзіме жақсы бір ой сияқты болды. Сондықтан біз фортепиано өзі пианист болғаннан кейін әрине фортепианоның репертуарын көрсетіп жатырмыз, бірақ оған қатар оның симфониялық репертуарын көрсету біздің енді парызымыз. Әсем Сапарқызы 17 жылдан бері скрипканың құлағында шебер ойнайды. Бұған дейін оркестрмен өнер көрсетіп келсе, енді солист ретінде танылуды жоспарлап жүр. Кештің 2-ші бөлімінде тыңдарманға танымал әрі әсерлі Камиля Сен-Санстың оркестрмен скрипкаға арналған туындысын орындады. В общем-то, на сегодняшнем концерте прозвучит. Өзім орындаған шығарманы осыдан 5 жыл бұрын Қарағандылық оркестрмен бірлесіп көрерменге ұсынған болатынбыз. Туынды ауқымды әрі әдемі. Мұндай композицияны кез келген скрипкашы орындай бермейді. Жаныма романтикалық музыкалар жақын, әсіресе Шопен мен Рахманинаның шығармалары. Сондықтан болар таңдауым осы туындыға түсті. Өнерлі ұжым әрбір кеш бағдарламасына қазақ композиторының туындысын тыңдарманға ұсынуды әдетке айналдырған. Бұл жолы да сол дәстүрден жаңылмады. Тұсауы кесілген жаңа шығарманы Арман Жайым симфониялық оркестрге лайықтап жазды. Ереуіл атқа ер салмай. Алғаш рет Астана концерт залында орындалған туынды осылай аталды. Шығарма авторы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Айтқали Жайылымов. Камил Мулин, Мәдениетке саяхат, Астана.